төртінші модульдің екінші сабағы дұрыс конфликтен шығу, яғни жеке шекараның жалғасы. Бұл жеке шекара қорғауды конфликтовать етіп қаламыз көбінде, онсыз болмайды. Бірақ конфликтовать ету айғайға басып, ей бәләлә деп бір-біріңді жамандап, жаман сөз айтып, сондай нәрсе емес. Негізгі сау конфликт, дұрыс конфликт бұл жерде бір-біріңді келісімге шақыру. Конфликттің мақсаты ол адамға да, саған да тиімді нәрсені алу, тиімді дүниені алу, керегіңді алу, е. Конфликт ететін адамдардың үш түрі болады. Дұрыс емес конфликт ететін адамдар. Біріншісі, бір-бірін кінәлау, екеуі де сен кінәлісің, ба деу. Екіншісі, ой, мынау айтады, ой, секіл дұрыс болды, қойшы, тиісе бермеші маған, басымды қатырмашы, тыныштық берші деп кетіп қалады. И іште негатив сондай жиналып қалады. Мынау түсінбей қалады, әлі шешілген жоқ, мынау әлі барады шешкісі келіп, мынау қашады. Үшінші түрі, екі тарап та бір-бірімен конфликтовать етпейді, бірақ іштей конфликтовать етеді. Монологпен үйтіп айтса, бүйтіп айтам, ыдыс жуып тұрып, үйтіп айтса, бүйтіп айтам, үй тазалап жүріп, мен оған үйтіп айтуым керек еді, мен оған бүйтіп айтуым керек еді деп сондай нервная болып, іштей монолог болып, диалог болып, оймен, негативті оймен арбаласып жатады да. Бірақтан іске келгенде бір-бірден деп күліп отырады да. Бұл дұрыс емес нәрсе. Әр екі тарапта стресс болады, выгорание болады. Ішінде айтамайды, іште нерв болып, іште уланады. Таракандар болады ішінде. Одан кейінгісі келесі көрініс, екі адам да екі жаққа тиімді шешімді табуға тырысады. Сен не ойлап тұрсың сонда? Мен мына нәрсені ойлап тұрмын, мен мынаны қалаймын, ал сен нені қалап тұрсың? Мен сен түсінген жоқпын, дұрыстап түсіндірші, түсіндірші дұрыстап айтайық, әңгімелеп дұрыстап айтайық деп, солай екеуі конфликтовать етіп дұрыстап. Дұрыстап болғанда енді айғайласып жатады, бірақтан бір-бірінікін қажеттілігін сұрайды. Негізінде дұрыс конфликтовать ету үшін қыздар алдын ала дайындалу керек. Мәселеңізді, жеке шекарада айтып өткендей, тақырыптарыңызды, тематикаға сай дүниені бәрін фактпен дайындап алыңыз, алдын ала. Одан кейін жақсылап дайындалғаннан кейін, ол не жауап беруі мүмкін, талашпай, просто сұрақтар қойыңыз. Стратегия құру керек. Не айтатынын, алдын ала оған не керектігін, өзіне не керек екенін, партнерына не керек екенін бәрін анықталу керек. Мысалға, бірінші ескеретін нәрсе. Сұрақ қоямыз өз-өзімізге. Бұл дүниеден маған ең бірінші қандай пайда бар? Конфликтовать етуге тұратын нәрсе ма деген ойлануымыз керек. Любой нәрсе осы формулаға қоясыздар. Мысалға, үйдегі жағдаяттар, күйеумен қатысты жағдаят. Именно осы нәрсе маған керек па? Қандай дәрежеде керек? Реально бұл менің қалауым ба? Әлде просто не ма? Жаңағы елдің бәрі тұрмысқа шығып жатыр, немесе елдің бәрі бірдеңе алып жатыр, мен де алуым керек деген нәрсе ма? Одан кейін конфликтовать еткен кезде шынымен де екеумізге бұл қажет па дейміз. Сосын кері партнерға не қажет? Партнерімізға қажет па бұл нәрсе? Яғни партнерімізге қандай пайда бар? Маған қандай пайда бар? Соның бәрін анықтап аламыз. Ол керек болады. Стратегия құрамыз. Сосын жігітпен сөйлескенде бастаймыз. Жаным, знаешь, сенің что-то көңілің тұрақсыз болып жүр. Настроениең не үшін? Настроениең жоқ болып жүр. Если мен сен қасыңда болғанда, онда мен сені кішкене жұбататын едім. Если екеуміз бірге болғанда, онда екеуміз бірге қосып, ақшамыз жинап машина алатын едік. Көрдіңіз бе? Пайда, выгода. Ол үшін де, сен үшін де. Основном ол үшін выгоданы көрсетеміз. Сен егер осындай істең, онда бүйтетін едің. Онда екеуміз үйленсек, сен көңілің тыныш болатын еді, настроениең жақсы, самооценкаң күшті болатын еді, киімің үтіктеулі, жуылы, екеуміз күшті, құндылықтарымыз бір-бірімізге сай. Басқа не қажет? Екеуміз бірге тұрсақ, кішкене көңіліміз тыныш болады, сенімсіздік болмайды сен тарапыңнан деген сияқты, айтамыз, болды, басқа жауап қоямыз. Прогресс сияқты, сату мамандары қолданады ғой, мысалы, түк етіп көрсетіп, по планам жүреді ғой, стратегиямен, арнайы. Сол сияқты конфликтте сондай нәрсе болу керек. Көрсеттік, болды, талқыламаймыз. Ештеңке болмағанда жүреміз. И ол ар жақта өз анализ жасайды. Реально, мен жалғыз жүргенім осындай, себебі осылай. И сол нәрсені көре береді да, жолай. Примерно сау адамдар да сондай да, егер вообще жауапкершіліктен қашатын адам болса, онда одан керісінше үлкен проблема көреді. Жауапкершіліктен қашатын, есеймеген еркек болса, онда одан жаңа сіздің айтқан мысалдарыңыздан үлкен проблема көріңіз. Былай істеп, или там басқа жаққа қарап,
Илықтан әйтеуір мән бергісі келмесе, онда ол уже сізбен әңгімелесуге дайын емес. Сіз ол кезде ашуланып кетпеңіз. Көп адамдар сен мені тыңдамайсың, мен саған бәрібірмін ғой, вообще маған көңіл бөлмейсің, вообще осындайсың деп ұрысып кетеді. Реально ол негізі ол дұрыс емес нәрсе емес. Реально адам эмоциясына ие бола алмай қалады. Сені біреу тыңдамай отырса, саған біреу немқұрайлы қарап отырса, сен серьезный әңгіме айтып отырсың, ал ол сені тыңдамайды, сені құрметтемейтін сияқты болып көрінеді. Ол дұрыс, ол жаңағы ашулану. Бірақтан сол ашуды ары қарай ана партнерді қашырып жібермеу үшін, араны суыттырып жібермеу үшін ол нәрсені кішкене дұрыстау болды. Мысалға, кейбір адамдар әзілге айналдырып жібереді. Иә деп әзілге айналып приколдап тастайды. Тұра тұршы, мен серьезный нәрсе айтқым келіп тұр. Сенімен дұрыс, салмақты әңгіме айтқым келіп тұр деп шақыру керек. Сосын жаңағыдай сөйлесу барысында тыңдауға тырысамыз. Жаңағы сұрақ қоясыз қой, сен әңгіме айтқан кезде тыңдайсыз, оны тыңдап болғаннан кейін өзіңіздің вариантыңызды ұсынасыз. Одан кейін бұл жерде эмпатия керек. Мысалға, ол не үшін, үйлену мысалы, тағы да, не үшін үйленбей жатыр? Сұраймыз, сенің үйленбей жатқандағы себебің, нақты себебің не? Және қанша уақытта үйленетін ойың бар? Немесе бір мәселе шықпаса, басқа бірімен конфликтте, осындай қанша уақытың бар? Не себепті бұлай болып жатыр? Маған соны ашып айтшы, өтініш, мен түсінуге тырысамын. Шынымен түсінуге тырысыңыз. Құр тыңдап, өтірік айтып жатыр деп отырмаңыз. Реально түсінуге тырысыңыз. Сосын просто тыңдап болғаннан кейін өзіңіздің бар немесе ол сіз сұрақ қойған кезде ол жауап бермеу конфликт барысында. Оның орнына өзіңіз жауап беріп, эмпатия білдірдіңіз. Эмпатия деген оны түсінуге тырысу, түсіну, оның орнына өзіңді қойып көру, иә. Эмпатия білдіргеннен кейін ол адамға осы варианттарды өзіңіз ұсынасыз. Ол адам соған жауап беру үшін, одан сөзді шығарып алу үшін, жаңағы кейбір еркектер үндемейді. Қоя тұршы, деп отыра береді. Вообще жауап бермейді, нақты жауап бермейді. Көреміз, білмеймін, көреміз дейтін еркектер де бар. Шынымен де олар қатты ұзақ ойланатын адамдар. Шынымен де анализ жасай алмайтын адамдар болады. Нақты жауап бере алмайтын адамдар болады. Сіз сияқты тарс тосар тістеп тастамайтын адамдар болады да. Сол кезде оларға былай істейміз. Әлде сен мынандай нәрсені ойлап тұрсың ба? Әлде сен былай жасағың келіп тұр ма? Яғни сол эмпатия білдіргеннен кейін сол варианттарды, оны ренжітпейтін варианттарды ұсынамыз. Или сен былай айтқың келіп тұрған шығар. Егер былай болса, онда сен мынаны ойлап жүрген шығарсың мүмкін. Қалай, дұрыс түсіндің ба сені? Осылай түсіндім ғой, дұрыс түсіндің ба деген сияқты сол оның айтқысы келетін болжамдайсыз да, соны сөйлем ретінде әдемілеп оған қайтадан сұрақ ретінде қоясыз. Оған иә деп ары қарай жалғастырып кетуі мүмкін. Иә, сол ғой, ана ағам үйтіп жатыр еді просто. Сосын мына ағам бүйтіп айтты. Сосын әкем бүйтіп айтты, сосын осы ғой үйлене алмай жүргенім деп айтуы мүмкін да. Ары қарай да өрбітіп жіберуі мүмкін. Немесе жоқ, бұл емес. Онда мына вариант шығар. Дұрыс түсіндім ғой сені деп тағы бір вариант ұсыныңыз, иә. Осылай дегің келіп тұрған шығар, былай дегің келіп тұрған шығар деп оған сөйтіп ой салу керек та. Сол кезде ол анализ жасауы мүмкін. Жаңа қинап тұрған адам, үндемей тұрған адам. Тағы да ескеретін дүние, қыздар, пікірі де дұрыс, оның ойы да дұрыс, сіздің де пікіріңіз, ойыңыз дұрыс деген ұстаным. Я окей, транзакт анализдегі. Ты окей. Я, сенде бәрі жақсы, менде бәрі жақсы. Мен бұл пікіріммен мен де жақсымын, бұл пікіріммен сен де жақсың. В общем, екеумізге де дұрыс, сенге дұрыс, менге дұрыс. Көбінде ғалымдар дәлелдепті, 80% конфликтовать ететін адамдардың ойлары бірдей. Просто олардың сөздері, түсіндіруі, теориясы әртүрлі, өмірлік ұстанымы әртүрлі, бірақ конфликтовать етіп келген кезде бір нәрсені талқылай келгенде, бірақ екі тарапта бір нәрсені талқылағанмен екі түрлі нәрсені айтады. Сосын сондықтан ғой жаңағы сұрақ қою. Мен түсінбедім, сен осылай осы мағынаны айтып тұрсың ба деп сұрақ қою керек. Не айтқың келіп тұр деген сияқты сұрау керек, қыздар. Осыдан кейін мысалы ол адамның ойын, шекарасын, көзқарасын сыйлауымыз керек. Не айтып тұр бұл адам, не істеп тұр, не қалап тұр. Жалпы жаңағы эмпатия кезінде оның өмір сүру дағдысына, оның өткен жолына кішкене назар салған дұрыс. Ол оңай болады сізге. Мысалға, енеңізбен конфликт, күйеуіңізбен конфликт. Ол балалық шағы былай өтті, одан кейін былай болды. Содан кейін осылай болды. Значит, өмірлік ұстаным осындай. Содан кейін ғой бұл маған былай реакция қалдырып тұрғаны. Бұл Аллах тағаладан кешірім сұрайтын жаңағыдай
не бар ғой, я раббым, осы пендеңді кешіре көрші, ол қателік жасап қойды, я раббым, осы пендең осындай істер істеп қойды маған деп жақсы мұсылман адам солай істейді екен да, күнде кешірім сұрайды басқалар үшін, басқалардан кешірім сұрап жатады екен, және де басқаларды 70 рет ақтап алады. Сол ақтап алу осы психологияда осындай нәрсе да, эмпатия білдіру кішкене, оның өмір сүру өткеніне қарау. Себебі көп адамдар сол өзінің практикасына сүйене, мышлениесі сондай болады да, и басқа адамдар туралы да көп солай ойлап жатады. Бірақ сіз олай болмайсыз, ондай емессіз, бірақ сізді сондайсың деп сендіруге тырысады. Олар сізді солай қарайды, өзінің жаңағы көзқарасы, өмірлік көзқарасына қарай, дүниетанымына қарай сізді солай таниды да көбінде. Солай өзіңізді танытуға тырысыңыз. Жоқ, мен былай ойлап тұрған жоқпын, мен негізі мынандай нәрсені айтып тұрмын, осы мағынада айтып тұрмын деген сияқты түсіндірулер керек. Негізі адекватный, сау, ересек адамдарда конфликт жиі болмайды. Олар бір-бірін сразу түсінуге тырысады. Иә, жарайды, сенікі дұрыс, бірақ мынау менің ойым, бұл да дұрыс дейді да, болды. Болды, әркім өзінікімен істейді, болды. Олай конфликтовать етіп, бір-бірін дәлелдеп, деп қырғын болмайды да, негізі. Бірақ өкінішке орай бізде конфликттер өмірімізде жиі болады. Және конфликттің болуы да дұрыс. Әркім бір-бірінің шекарасын түсінеді, біледі, кімге не қажет екенін біледі, дүниетанымын сезеді, құндылықтарын түсінеді, иә. Конфликтовать етудің пайдасы осында жатыр. Бір-біріңізбен жиі әңгімелесіңіздер, сонда конфликт көп болмайды. Енемен болсын, күйеумен болсын, баламен көп әңгімелесу керек, көп сөйлесу керек. Оған не ұнайды, не ұнамайды, бәрін жай отырған кезде әңгімелесіп, шай ішіп кезде олар туралы қызығып сұраңыздар. Сонда конфликт көп болмайды. Мама сізге не қызық осы, ата, папа сізге не қызық, қайнатаңыздан, не? Мына нәрсені жақсы көресіз бе, деп өмірлік бұрынғы оқиғаларын, танысқан сәттерін, балалық шақтарын, мектеп жүйесі жайлы, жалпы не қызықтырады, сол нәрсені сұраған кезде конфликтке көп бармайсыздар, себебі бір-біріңіз жайлы жақсырақ білесіздер. Бір-бірін қатты жақсы білмейтін адамдар көбінде солай конфликтовать етеді. Немесе өзінің сезімін түсінбейтіндер, біреуді түсінгісі келмейтін адамдар да конфликтовать етіп тұрады. Ал құрметті қыз-келіншектер, ханымдар, менің каналыма жазылыңыздар, тіркеліңіздер, бұдан да пайдалы ақпараттар саламын, сабақтар саламын, тіркеліп қойыңыздар.